Сәлем, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен қазір документке шығып бара жатырмын. Қыздарды сабаққа жіберіп, кішкентайымды бөлеп бесікке солай шығып бара жатырмын. Бүгін неше жерге баруым керек. Бір 4 жерде шаруам бар. Солар біте қойса. Бізде погода осындай болып тұр. Күн жылы, қатты аяз жоқ. Жылы екен. Қар ұшқындаған кеше ма, алдындағы күні ма. Бірақ суық емес, жылы. Остановкаға қарай шығып бара жатырмын. Қазір автобус келіп керек. Бүгін шығып бара жатқан шаруам. Бірінші неге барам? Банкоматқа барам. Ақша шешіп алам. Содан кейін ар жағын кейін айтам. Біздің меню орталығы. Қазір осыдан жүріп барып, ар жақтан банкоматқа қарай бұрыламын. Банкоматқа да жақындап қалдым. Адам негізі көп сияқты. Бүгін бірінші ақша түсетін күні ғой. Осы жерде ана машинаның ар жағында. Ондай көрінбес сияқты. Қазір қарайын, мен де осы жерден алсам. Қазір ақшамен қабылдайтын болып кетті ғой. Бұрынғыдай карточкамен емес. Банкоматтан шығып келе жатырмын. Қызық болды. Банкоматтың пин-коды дұрыс емес дейді. Себебі мен өткенде банкомат ауыстырған, бірақ пин-кодына қарамаппын. Осы жерде Сон банк орналасқан. Біздің Арбат. Енді мен банкоматтың шаруасы бітпеді, ақша шешіп алайын деген. Пин-кодым дұрыс емес дейді. Өткенде карточкамды ауыстырғанмын, сол кезде пин-кодын жасамаған болып тұрмын ғой. Себебі жаңағы не 2 жылдан бері уже банкоматтан ақша алмаймыз ғой. Тек переводпен жасап отырған едік қой. Сол үшін пин-кодына қарамаппын. Жердің бәрі тайғақ екен. Енді мына жақта бізде әлеуметтік бар. Сол әлеуметтікке бара жатырмын. Әлеуметтікте бара жатқан себебім мына көп балалы аналар грант ала алады дейді. Соны барып сұрап көрем. Грант беремін, мен 6 балам бар. Сол жұмыс жасамайым. Күйеуім де жұмыс жасамайды, денсаулығына байланысты. Сол үшін бізге беріле ма, берілмей ма, заявка бере аламыз ба, бере алмаймыз ба, соны қараймын қазір, көреміз. Мынау біздің акимат. Осыны акиматтың алдынан кесіп өтіп осыны барамыз. Кәдімгі тоңып қалдым ғой. Тағы деген салқын екен. Салқын екен тағы. Мына жерге толымызды жасап қойыпты. Бұрын жоқ еді, жақында жасапты. Біздің әкімшілік осы жақта, мына жақта әлеуметтік.
содан барып қазір сұрап көрем. Мынау жұмыспен қамту, ар жағында мынау әлеуметтік. Мына жұмыспен қамту дейтін жағынан барып көреміз енді. Берсе жақсы болар еді. Мен бір бизнес бастайын ба деп ойлап жүргенмін. Сол бизнесім үшін сұрап көрем. Мен шықтым, сұрадым, грантты жалпы мүмкіндік бар екен алуға, көп балалыға. Жаңағы несін дайындауым керек екен, документтерін. Сонымен бір-екі жерге баруым керек екен, сонымен алу мүмкіндігім бар екен. Ол үшін мартта жұмыссыз болып тіркелуім керек екен, келіп. Содан кейін сәуірдің, яғни апрельдің 8-інде уже жаңа қорғап шығу керек қой. Оған дейін бизнес план дайындау керек. Содан кейін жаңағы сертификатын алуым керек оған дейін. Сол бір келіп хабарласып кетесің деді. Соған мартқа дейін келесі айда бұйырса хабарласып кетуім керек. Енді бұдан шықтым. Енді больницаға баруым керек. Больницадан справка алуым керек еді. Өткенде бір қызым ауырып, соған мектепке не алуым керек? Справка алуым керек. Соны алам. Больницадан шықтым. Қызымның справкасын алдым. Содан кейін жаңағы кішкентай қызым жөтелі болып қоймай жүр. Соған қазір дәрі алуым керек енді. Манағы банкоматқа еще тағы келе жатырмын. Ол жерде де адам жетеді екен. Ала алмасам дальше кете берем, перевод қабылдайтын жерден барып. Бұл жерде де адам жетеді екен. Енді қазір қасына барып көрем. Аласам алғаным, ала алмасам барып көрем. Енді аптектерге, сосын продукт магазиндерге баруым керек. Азырақ продукт алып кетуім керек. Қазір көреміз. Жоқ, ана жерде мүмкін емес екен. Адам деген өзі бір 2-3 күн сондай көп болады. Еще қазір карточкамен көп қабылдамайды. Наличкамен қабылдайды көп жерде. Сол үшін адамның бәрі банкоматқа келетін болған. Көреміз енді, аптекаға барып көрейік, магазиндерге барып көрейік. Аптекадан сұрап көрем. Бар ма екен? Қазір нені қабылдаймын екен, көрейін. Қабылдайды екен. Голдпен. Содан эфирон деген свечаны алып келе жатырмын. Кішкентай қызым жаман жөтел болып жатыр. Кетпейді не істесем де. Соған жаңағы врачтар айтады, ертең барып қараймыз деп. Бүгін қарай алмайды екен. Ертең барып қараймыз дейді. Қазір енді магазинге кетіп бара жатырмын. Азық-түлік магазинге барып көрем. Ол жерде қабылдаймын екен, қабылдамаймын екен. Мынау бір проблема болды ғой. Осыны 2 жылдан бері адамның бәрі кәдімгі переводқа үйреніп қалған. Өзіміз де соған үйреніп қалғанбыз. Наличка ақша ұстамай. Мынау деген қиын болды. Магазиндерде қабылдайды екен. Алдым. Керек заттарымды. Енді таксиге кетіп бара жатырмын. Автобустың бізде жаңағыдай ғой. Уақыты болмаған екен. Себебі бала жылап жатыр екен. Соған асығып бара жатырмын. Осы орталық. Бізде мына жақта базар бар. Жақта базарлап жүре алмадым. Бала жылап жатыр екен. Соған үйге кетіп бара жатырмын. Ал менде жаңағы таксимен келіп, көшенің басынан түсіп келе жатырмын. Шаруаларым енді бітпей қалды, бітпей қалса да. Келе жатырмын. Ертеңдері ма тағы шығуым керек.
аманшылық болса. Енді үйге жетіп қалдым. Менің осы бүгінгі видеом аяғына жетті. Келесі шығарылымда кездескенше бұйыртса қыздарыммен күшті видеолар болады. Күтіңіздер. Келесі шығарылымда қыздарыммен бірге кездескенше сау болыңыздар.